Қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым, қалайсыздар? Бүгін мен сіздермен нумерология жайлы айтып беремін. Нумерология дегеніміз не? Жалпы ойлап көріңізші, нумерология деген не? Ең бірінші миымызға номер деген сөз, яғни номер дегенді білдіреді. Логос, логия дегеніміз, яғни бір ілім, ғылым дегенді білдіреді. Сондықтан да бізде нумерология сандар туралы ғылым дегенді білдіреді. Біздің бүкіл өміріміз сандармен байланысты. Әр әлемнің әр бөлшегінде белгілі бір ақпараттар жасырылған сандық кодтар бар. Нөмірлер барлық жерде. Сіздің ойыңызша бұл жай ғана кездейсоқ па? Мысалға қараңыз, үйдің, автомобильдердің, жолдардың, құжаттардың, көшелердің тағы сол сияқты қоршаған ортамыздың бәрін жаза берсек, барлығында дерлік нөмір бар, иә? Датыво туған күнімізге дейін, туылған кезде, нәресте өмірге келген кезде оның датасы, қай уақытта туылды, соның барлығы сандармен жазылады екен. Бұл дегеніміз бақытты өмірді құру үшін жеке адамның матрицасы болады. Бұл оның туған күні. Нумерология бұл өмірдегі оқиғаларды саналы түрде басқаруға болатын ілім. Сандар біздің тағдырымыздың көрсеткіші. Бұл дүниеде бақытты болу үшін сізде қазір болу керек. Нумерология сізге өміріңіздегі сәттілік пен бақыт әкелетін сенімді жолды таңдауға көмектеседі. Бұл біздің өміріміз алдын ала анықталған және ештеңе бізге байланысты емес дегенді білдірмейді. Керісінше, болашақ әрқашан әртүрлі және сіз таңдаған нәрсеге байланысты болады. Бірақ мойындау керек, білген және түсінетін нәрсені таңдау әрқашан оңай. Ендеше сіздерге сұрақ, сіздің ойыңызша бұл қандай? Нумерология туралы өз білгеніңізді, түсінгеніңізді, түйініңізді жаза кетсеңіз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге пікір ретінде қалдырсаңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Келесіде қандай видео түсіргенімді қалайсыздар? Нумерология жайлы не білгілеріңіз келеді? Комментарийға жаза кетсеңіздер, келесіде сол тақырыпты қозғайтын боламыз. Сіздермен болған нумерология KZ парақшасы. Сау болыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін.